Сәлем, құрметті көрермен. Араға үлкен уақыт салып, YouTube-қа видео түсіру әдетке айналған сияқты, дегенмен де степ бай степ, ептеп, ақырындап, уақыт тауып, сол уақыт табылғанда бірден видео түсіруге талпынып жүрмін. Менің есімім Ақерке, әдебиеттанушымын. Бүгін біз сіздермен бір ерекше тақырыпқа, әрі жеңіл, әрі менің ойымша пайдалы тақырыпта әңгіме өрбітетін сияқтымыз. Менің әдебиетке деген үлкен құлшынысымды оятқан шығарма Жабайы алма, Сайын Мұратбековтың Жабайы алмасы. Одан кейін мен Ақселеу Сейдімбектің кітаптарын оқыдым. Жалпы негізі бала кезімнен қазақ әдебиетіне сусындап өстім. Кейін шамамен жоғарғы сыныптарға келгенде, бірінші курс университетте оқығанда, бакалавриатта шетел әдебиетіне деген қызығушылығым туындай бастады. Сол қызығушылықтың ең басында сол қызығушылықтың туындауына үлкен әсер берген бірнеше фильм туралы бүгін сіздермен әңгімелесіп ой бөліскім келіп отыр. Ол кезде мен Джейн Остин кім екенін білмейді екенмін. Нақты жазушы ретінде ешқандай кітабын оқыған жоқпын. Бірақ бір фильмдер қарап жүрген кезде өзіме бірнеше экранизация қолға түскен екен. Кезекті бір фильм ретінде ғана қараған болатынмын. Ешқандай да ой болған жоқ, бұл қандай шығарма екен, шығарма ма, экранизация ма, ол жағын еш білмедім. Бірақ көрген дүние өзіме қатты әсер етті. 18-19 ғасыр Англия мәдениеті, тарихы ретінде іздестіре бастадым. Іздестіре жүріп, сол фильмдердің басында Джейн Остин деген керемет британ жазушысының кітаптары тұрғанын білдім. Джейн Остиннің бірнеше экранизациясы туралы бүгін айтқым келіп отыр. Барлығын емес, негізінде әлем бойынша көп экранизацияға талпынған шығармалардың бірі осы Остиннің шығармалары болса керек, кітаптары. Ең бастапқы менің өте қатты жақсы көріп Джейн Остинмен танысуға ықпал еткен шығармалардың бірі әрине де «Гордость и предубеждение». Өкінішке орай қазақша тәржімаларын білмейді екенмін, бірақ қазақша тәржімасы бар деген үміттемін. Себебі бұл шығармалар барынша классикалық дүниелерге айналған, жылда қайта жаңағы лонгселлер дейді ғой, сатылымға шығатын кітаптардың бірі. Кез келген Қазақстанның кітапханасынан табылатын кітаптар, кез келген кітап дүкендерінде табылатын шығармалардың бірі осы Джейн Остин романдары. Ең бірінші «Гордость и предубеждение» сериал ретінде тамашаладым. Ол кезде кітаптың бар екенін білмейді екенмін. 1995 жылғы фильм «Гордость и предубеждение» деп дәл сол аталады. Актерский состав, жаңағы актерлердің құрамы керемет жинақталған. Себебі бұл жерде Колин Фёрд, мистер Дарси, яғни көп қыздардың енді былай айтқаным қаншалықты дұрыс болатынын білмеймін, армандап қиялдайтын принц на белом коне дейді ғой, бір ханзада тұлғалы ер азаматтың образы осы Джейн Остин шығармасынан тараса керек. Одан баста болған жоқ, бірақ осы ең танымал тұлғалардың, әдеби көркем тұлғалардың бірі осы мистер Дарсидің ролін Колин Фёрд сомдаған еді. Өте керемет экранизация, шатаспасам 5-6 сериядан тұрады. 95 жылғы болғандықтан қазіргі көрерменге, мысалы жас көрерменге қаншалықты оны тамашалау оңай болатынын білмеймін, мүмкін қиын болатын да шығар. Бірақ бірінші жаңағы өзінің баяу, асықпайтын қалпына үйреніп бірінші сериясын көргеннен кейін ары қарай міндетті түрде көруге талпынатын бір кинолардың бірі деп есептеймін. Дәл осы «Гордость и предубеждение» романы 2007 жылы тағы бір экранизацияға ие болды. Ол фильмді маған өте қатты ұнайды. Басты рөлді
шатаспасам, Кира Найтли сомдайды. Ол жердегі мистер Дарси образы, екі апалы-сіңлілі образы да керемет. 1 сағаттық кино. Жалпы кинодан біз әдебиеттің толық нұсқасын, әдеби кітаптың барынша жаңағы нәрін күту үлкен қателік болып саналады. Біз ондай нәрсені кинодан күте алмаймыз. Бірақ бір мәтіннің трансформацияланған түрі, жақсылап әңгімелеп берген шығарма ретінде, мысалы дәл өзіңіз оқығанда емес, бірақ кейде майын тамызып тұрып әңгіме айтатын адамдар болады. Сондай бір әңгімені тыңдап отырғандай әсерде қалдыратын кинолардың бірі. 2007 жылы Кира Найтлидің бас рөлін сомдауымен түскен фильмде менің ерекше жақсы көретін экранизациялардың бірі. Екі экранизацияны салыстыру мүмкін емес. Біреуі барынша сюжетті ашуға тырысқан 95 жылғы экранизация, ал екіншісі оны барынша қысқартқан, бірақ дегенмен де өзіндік бір әдемі көрінісін жоғалтпаған сияқты, Джейн Остинға тән мінезді жеткізген сияқты. Жалпы Джейн Остин туралы не білеміз? Джейн Остин 18 ғасырда жасаған, шатаспасам, британ жазушылардың бірі. Менің өмірімдегі Джейн Остинді қабылдау этаптарым әлі де жалғасып келе жатқан сияқты. Бірінші экранизация арқылы таныдым, одан кейін іздеп кітаптарын оқыдым, барлығын емес, бірақ осы «Көрсі предубеждение» алғашқы оқыған кітабым болатын, өте тәтті жазылған кітаптардың бірі. Одан кейін Джейн Остиннан бір шыққан кезім болды. Мен үшін бір арзан дүние болып көрінген кездер болды. Одан кейін енді ол жерде барлығы жаңағы қыз баланың бақыты, махаббат, тұрмыс құру мәселелері баяндалғандай болды да, ар жағына, байыбына бара бермедім. Тек бірінші жаңағы впечатление дейді ғой. Одан кейін мен өмірімдегі Джейн Остинға деген көзқарасымды өзгерткен кісілердің бірі Владимир Набоков болды. Владимир Набоковтың осы каналда көрсеткен болатынмын, осындай лекциялар жинағы бар. Лекции по зарубежной литературе, шетел әдебиеті жайында оқыған дәрістердің жинағы өте керемет кітап. Жалпы негізі шетел әдебиетін жақсы көретін азаматтар мен азаматшыларға ұсынар едім. Сол Набоковтың Джейн Остинға арналған бірнеше лекциясы, дәрісі бар екен. Оқыған кезде үлкен бір дүниелерді байқадым. Мәселен, Джейн Остинда сезімді тек қана сөзбен емес, көзқарас, яғни оптикамен жеткізу арқылы, бейнелеулер арқылы сезімнің, мінездің образдарын ашу үлкен бір жетістік екенін байқадым. Бұл туралы әңгіме бөлек болсын, бірақ осындай дүниелерге қызықсаңыз, онда міндетті түрде Набоковтың дәрістерін, Набоковтың Джейн Остин жайлы жазған еңбектерін оқуға шақырамын. Одан кейін YouTube каналында, шатаспасам, Джейн Остин туралы біршама лекциялар қарауға тырыстым. Сол дәрістерден де көрген дүниелеріммен Джейн Остин шығармашылығына тағы да қайта ерекше көзқараспен, басқа көзқараспен қарай бастадым деуге болады. Жалпы Джейн Остиннің шығармашылығынан кейін маған тағы да бір ұнаған түрік романы, Решат Нуриддин «Королек птичка певчая», жаңағы Чалыкушу, Бозторғай романындағы басты рөлді сомдаған қыз, сол Джейн Остиннің романдарынан бір кішкене не соған ұқсатылған, немесе сондай бір ұқсастыққа ие болған. Енді білмеймін қаншалықты автор оқығанын, оқымағанын, сондай бір үндестік бар сияқты. Тағы да Джейн Остин туралы айтатын болсақ, нақтырақ айтқанда экранизациялары туралы мен қазір мені өзіме тізім жасап алдым. Тағы да 95 жылғы кино, 90 жылғы киноларды қаншалықты жақсы көретінді айтып жеткізе алмаймын. Жалпы 90 жылғы әлемді, 90 жылғы әдебиетті, 90 жылғы киноларды
өте қатты жақсы көремін. Бұл менің балалық шағым, сондықтан да 90-шы жылдар, білмеймін, менің өмірімде ерекше орын алады. Және сол уақытқа дөпе-дөп келген мәдениет, әдебиет саласы әрине де ерекше мен тарапынан ерекше қабылданады. 95 жылғы «Разум и чувство» дейді. Кейт Уинслет ойнаған керемет бір экранизация бар. Міндетті түрде качество, сапасы жақсы видео табуға тырысыңыздар. Жақсы стримингтан қарау үшін. Себебі киноның мен көргенде бірнеше рет сапасы нашар болып, бір қызығына түсе алмадым. Кейін сапалы нұсқасын көргеннен кейін бұл фильмде менің жүрегімнен орын тапты. «Разум и чувство» менің студенттердің көбісі оқыған кітаптардың бірі. Килсидас деп жүргенде ағылшынша вариантын оқыған студенттер, олармен де біраз әңгімелесіп осы роман туралы сөйлескен болатынмын. Мен әрине де өкінішке орай орысша тәржімасын оқыдым, бірақ орысша тәржімасы өте жақсы, тәттілеп тұрып жаңағы жазылған екен. Ұқсайды. «Гордость и предубеждение» мен «Разум и чувство». Жалпы Джейн Остин негізі шығармалары бір-біріне ұқсайды, дегенмен де әрқайсының бір өзіндік көркемдігі бар. Сондықтан да осы фильмді де қарап көріңіздер. Мүмкін сізге де өзінің эстетикасымен ұнайтын жазушылардың бірі Джейн Остин болатын шығар. Тағы да бір айтып өтетін жағдай, мынау Джейн Остиннің «Гордость и предубеждение» екіншісі 2005-те түсіпті, 2007 деп ойлап жүрмін. Маған өте қатты ұнаған сериалдардың бірі. Бұл сериал 2019 жылы түсірілген. «Сэндитон» деп аталады. «Сэндитон». «Сэндитон», нақты ударение екпін қай жерге түсетінін білмеймін. Өкінішке орай 19 ғасырдың басында Джейн Остин бұл романды жазып бастады, бірақ өмірінің соңына дейін аяқтай алмай кеткен романдардың бірі. 2019 жылы түсірілген фильмде солай аяқсыз қалады. Бұл мен үшін жалпы маған аяқталмаған сериалдар туралы жай аяқталмаған сериалдар көп қой, бірақ бұл жаңағы жест дейді ма, режиссерлардың солай шешімге келгені, білмеймін не үшін, мүмкін ары қарай қаржыландыру болмаған шығар. Бірақ Остиннің аяқталмаған шығармасы экранизацияда да аяқталмай сол бетінде қалғаны бір ерекше сезім ұялатады. Себебі оны аяқтау мүмкін емес. Автордың өзі болмаса, ешқандай режиссер, ешқандай сценарист, ешқандай қазіргі біздің жазушылар оны аяқтай алмайды. Өте әдемі роман, романтика бір жағынан. Екінші жағынан романтикадан бұрын қоғамдық, жаңағы әлеуметтік тақырыптар көптен қолданады. Жаңағы Джейн Остин поэтикасында. Сондықтан да қарап көріңіздер, бірақ аяқталмаған, өкінішке орай бір сезоны бар. Десек те мен бәрібір осы сериалды да содан кейін аяқталмаған болса да кітабын өте қатты жақсы көремін. Жалпы бұл Джейн Остинға байланысты дүние емес сияқты, бұл аяқталмай қалған шығарма бір ерекше, қазір көзіме жас келіп жатқан сияқты. Біздің жалпы жазушының аяқтамай кеткен шығармасы деген бір мен үшін өте ауыр тақырып. Кейде ойлаймын, жазарыңды жазып кетуге тырысу қандай еңбек. Мәселен, 37-40 жылдар арасында репрессияға ұшыраған біздің қазақ азаматтары да талай дүниені жазбай кеткен шығар. Бірақ жазған дүниелері де өте көп. Біздің осы тәуелсіз мемлекетте жасап жатқан дүниелеріміз әлі де сол дүниелердің құнына, бағасына жете алмай жатқан сияқты. Жақсы, біз әрі қарай жалғастырайық. 2020 жылы «Эмма» атты роман экранизацияланды. Бұл жердегі басты рөлді сомдаған актриса
шахмат туралы бір сериал бартын, сол сериалда түскен болатын. Өте әдемі, сүйкімді актриса, Джейн Остин шығармаларына жақын. Өкінішке орай Эмма туралы романды мен өзім оқыған жоқпын, қолым жеткен жоқ. Мүмкін бір күні оқимын, мүмкін енді оған оқитын кітап көп дегендей. 2020 жылы осы Эмма фильмі шықты. Көп айтылған жоқ, өкінішке орай, бірақ мен үшін бір әдемі сәтті фильмдердің бірі болып саналады. Кейін тағы да айтып өтетін, осы фильмнен кейін мен оның бұрынғы экранизациясын қарауға қолым жетті. Эмма деген кино бұған дейін 90 жылдар ма, немесе 2000 жылдардың басы ма, 96 жылы екен. 96 жылы Гвинет Пэлтроудың орындауында басты рөлді сомдаған Эмма фильмі шыққан болатын. Ол фильмді тамаша, өте керемет түсірілген. Шатаспасам, тіпті бірнеше сыйлықтарды да алған сияқты. Мына фильмдерді мен айтып отырған, шынымды айтсам, өзім көп болды қарамағалы. Осы видеоны түсіргеннен кейін мен де мүмкін марафон жасап, Джейн Остиннің кітаптарын, бір-екі кітабын, жаңа кітабын оқысам, одан кейін Джейн Остиннің бірнеше киносын қараған жақсы болар еді. Қазір мысалы менің сондай бір ниетім ашылып отыр. Енді тағы да айтып өтетін жағдай, Джейн Остиннің көп шығармалары экранизацияланды, бірақ мен сіздерге өзімнің ең неден бастауға болады деген тізімін ұсындым. Дегенмен де 95 жылы түсірілген «Разум и чувства» айттым. Дәл Джейн Остин шығармасын сол беті экранизацияланбаған болса да, соған ұқсас сюжеттік желіні пайдаланған бірнеше кино бар. Оның ішінде «Невеста и предрассудки» деген 2004 жылғы үнді фильмі. Бұл өте қызық. Маған жалпы басқа мәдениеттен алып, өзіміздің дегенде енді сол өз мәдениетіне сол сюжетті сіңдіру өте қызықты бір эксперимент болып көрінеді. Мәселен, Эрнест Хемингуэйдің «Старик и море» шығармасын Ермек Тұрсынов қалай көрсетті. Өте әсерлі. Маған мысалы «Шал» фильмі өте қатты ұнайды. Жалпы Ермек Тұрсыновты өте қатты жақсы көремін. Одан кейін тағы да алып қарасақ, түрік режиссерларында бар. Чеховтың шығармаларын, мәселен, Нури Билге Джейлан түсірген болатын. Чеховтың әңгімелері бойынша, яғни Чеховты Түркияға алып келген сияқты өте әсерлі бейнелер болды. Одан кейін тағы да не бар еді қызықты? Орыс классикасын Британия немесе Американың түсіргені өте қызықты. Жалпы орыс классикасын орыстардан артық ешкім түсірмейді деп ойлаймын. Өйткені шынымен орыс классикасының ұлттық рухын көрсету қиын, өте қиын. Бірақ енді жалпы кез келген халық үшін солай шығар, бірақ мен көбінесе орыс классикасының «Война и мир», одан кейін Анна Каренинаның британдық экранизацияларын қарағанда қаншалықты үлкен айырмашылықтары, тіпті кітапты ашып қарамаған сияқты, тек қана кітапты біреу айтып, немесе Википедиядан сюжетін оқып алып түсіре берген сияқты бір әсерде қалам. Бұл жақсы ма жаман ба білмеймін, шыны керек. Мен өзім көрдім, «Война и мирдің» экранизациясын көрдім, Анна Каренинаның көбісін тіпті өзім ұнатам, бірақ кітаптан тыс шығарма ретінде, кітапқа еш қатысы жоқ шығарма ретінде. Тағы да бір дүние, егер жаңағы киноларды қарап өтсеңіз, онда сол кинолардан кейін, сол киноларды көріп біткеннен кейін 2007 жылы түсірілген «Джейн Остин» деген киноны қарауға кеңес беремін. Себебі ол жерде Джейн Остин өзі туралы түсірілген, сол шығармаларды жазып жүрген уақытты, сол шығармаларда сомдалған әдемі образдардың прототиптері осы кинода көрсетілген. Киноның өзі де бір сондай
мұңлы романтикаға толы. Мен ең алғаш рет осы киноны көргенде бір рет көріп, қайттан басынан бастап екінші рет көргем. Яғни бір күнде 2 рет қайталап көргем. Содан кейін бір апта бойы қайта-қайта қарап жүрген күндерім болды. Маған Джейн Остиннің міне әсері туралы осы нақты мысалдан көруге болады. Білмеймін, себебі мен Джейн Остиннің бір шын бейнесімен кездескендей болдым. Басты рөлді Энн Хэтэуэй сомдайды, керемет актриса, өзім жақсы көретін. Осы киноны көрсеңіздер болды. Ал одан кейінгі экранизациялар саны жоқ, шегі жоқ экранизацияларды біртіндеп қарасаңыздар болады. Міндетті түрде өзіңізге ұнайтын, мүмкін ұнамайтын да бірнеше фильмдерді табасыз деп ойлаймын. Жалпы кино арқылы әдебиетке қызығу да өте жақсы бір дүние сияқты, менің ойымша. Дневник Бриджит Джонс көпшіліктің жақсы көретін киносы. Ол кинода Джейн Остин туралы, нақты Гордость и предубеждение туралы өте көп айтылады. Жалпы кейінгі түсіріліп жатқан Голливуд фильмдерінде, сосын британиялық жаңағы популярный киноларда Джейн Остиннің сюжеттері көп қолданылады. Яғни сіз осы тақырыпта біраз іздестіріп, қарастырып, бір-екі кітабын оқып, міндетті түрде Гордость и предубеждениені оқып, бір-екі лекция тыңдасаңыз, осы Набоковтың лекциясына мән берсеңіз, онда міндетті түрде өзіңізге қажетті информацияны, ақпаратты табасыз деп ойлаймын. Бұл сізге бір әдемілікті сезіну, әдебиеттегі қызықты романтикалық феномендарға жақындау бір үлгісі бола алады. Әзірге осы, қазір мен тағы да бір видео түсіремін, оны келесі аптада салып сіздерге ұсынатын боламын. Тағы да бірнеше кітаптарым жиналып қалды. Комментарий жазып, лайк қойды ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Видеолар аз шығады, мүмкін бір мотивация жетпейтін шығар видео түсіруге. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар. Болды.